Өзімізге дайынсыңдар ма балалар? Өзімізге сәттілік тілейікші. Жарайсыңдар, тамаша. Мен сіздерді балалар 4 топқа бөлдім. Біріншісі жапырақ, жолбарыс, жүзім, жұлдыз топқа 4 топқа бөлдім. Қазір тапсырмаларды топтастырып орындаймыз, балалар? Отырамыз. Жарайсыңдар. Балалар, біз өткен оқу қызметімізде есімізге түсірейікші, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Біз өткен оқу қызметімізде әріптермен, дыбыстармен жазып оқып үйрендік. Ал дыбыс дегеніміз не, балалар? Айта қойасың. Жарайсың, тамаша, отыра ғой. Ал әріп дегеніміз не, балалар? Дыбыстардың таңбасы. Жарайсың, тамаша. Ал дыбыстар нешеге бөлінеді? Кім айтады? Екіге дауысты, зәне дауысты. Жарайсың, тамаша. Ал енді балалар, Нұр-Сұлтан қаласына саяхат жасап көрдіңдер ма? Ал ендеше ғажайып тақтаға мән береміз. Бұл не, балалар? Суретте не бейнеленген? Жасыл шөптер. Үлкен биік бәйтерек, балалар? Нұр-Сұлтан қаласы біздің бас қаламыз, балалар? Ал мынау не, балалар? Бас орда, балалар? Бас ордада кім отырады? Біздің елбасы отырады, жұмыс жасайтын жері, дұрыс айтасың, тамаша. Бұл түнгі бас орда. Бұл суретте не бейнеленген, балалар? Түнде шамдары жарқырап тұр, балалар? Әдемі көрініс бейнеленген, Нұр-Сұлтан қаласы түнде қандай әдемі керемет көрінеді, балалар? Шамдары жарқырап тұр, ғимараттар өте биік. Ал мынау не, балалар? Жұлдыз не істейді, балалар? Жарқырайды, жарқырайды, шу береді бізге, Ал мынау не, балалар? Жасыл шөптер, Балалар, біздің сөздерімізде қандай сөз басында қандай әріп жаздырып тұр бізге? Таныс емес. Ж әрпі, Дұрыс айтасыңдар. Ж әрпіне енді біз жұмбақ шешеміз, балалар. Тақтаға мән берейікші. Бірінші жұмбақ. Жасыл болып жыпырлап өнеді, сары болып жерге түседі. Не? Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Ал енді екінші жұмбақты шешеміз. Күндіз бәрі қашады, түнде аспанды басады. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Енді үшінші жұмбақ. Бұтақта ілініп тұрамын, түскенде себетке құладым. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар, балалар. Енді біздің Ж дыбысы қандай дауыс? Дауыссыз, ұяң, Ж дыбысы сөздердің басында, ортасында кездеседі, Дұрыс айтасыңдар. Біздің тақырып бүгін, балалар, Ж дыбысы мен Ж әрпі. Ж дыбысы дауыссыз, ұяң болып келеді. Ал енді, балалар, Ж әрпі туралы бейнебаян роликті тамашалаймыз. Балалар, жапырақ, жапалақ, жұлдыз, жаңбыр сөздері қандай дыбыстан басталып тұр? Ж дыбысын айтқан кезде ерін дөңгеленеді де, тістер дыбысты жібермей тұрады. Тіл жоғары көтеріліп, таңдайға тимей тұрады. Бүйірлері азуға тиеді. Балалар, Ж әрпі кедергілерге ұшырап шығады екен. Демек, бұл дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбысты біз көк текшемен белгілейміз. Балалар, Ж дыбысынан тағы қандай сөздер келеді? Ал енді, балалар, 4 топқа мен тапсырма дайындап қойдым. Барлығымыз топтасып тапсырмаларды орындайық, балалар? Ал балалар, енді біз топтасып жұмыс жасаймыз. Әр топқа
Мен сіздерге сурет пазл беремін, жақсы ма? Соларды құрастырамыз. Так, жолбарыс тобына мен жолбарыс суретін беремін. Алып, қысқа, мұқият қарап, орындаймыз, иә? Ортаға орындаймыз, асықпаймыз, қаттатпаймыз, ортаға қой. Несі балалар?
тапсырма кім жылдам? Мұнда екі сандықша берілген балалар. Бірінші сандықшаға Ж әрпі сөздердің басында кездесетін сөздерді бірінші сандықшаға саламыз. Ал екінші сандықшаға Ж әрпі сөздердің ортасында кездесетін сөздерді екінші сандықшаға саламыз. Кім шығады жапырақ тобынан? Аяна шағыл. Бірінші Ж әрпіне басталатын сөздерді саламыз. Бірінші сандықшаға. Дұрыс. 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 Енді екінші сандықшаға Ж әрпі ортасында кездесетін сөздерді саламыз. Қайсысы? Дұрыс. Жарайсың, тамаша, отыра. Енді балалар жүзім тобына тапсырма. Бұл сөздерді суреттермен біріктіреміз. Кім шығады балалар? Жүзім тобына? Шыға ғой, Румиса. Келе ғой. Тақтаға. Бұл сөздерді суреттермен біріктіреміз. Мынау не? Жаңғақ, е? Жүзім, дұрыс. Жалау, дұрыс. Жылқы, дұрыс. Жолбарыс. Жарайсың. Отыра ғой. Балалар, жолбарыс тобына тапсырма, жаңбыр тамшыларына сөз құраймыз. Кім шығады? Жолбарыс тобына. Шыға ғой, Маруа, шыға ғой. Келе. Сөз құра ғой, жаңбыр тамшыларына. Қандай сөздер құрауға болады? Міне карандашпен сіз алды. Тынышталыңыз, балалар. Жалау, дұрыс. Қандай сөз оқып жібер? Оқып жібер, айтағы оқып айтағы. Жарық, дұрыс. Келесі. Келесі қандай тапсырма? Келесі. Жасыл, дұрыс, сыза ғой. Біріктіре ғой. Аха, дұрыс. Енді келесі. Келесі. Жылтыр, дұрыс, тамаша, дұрыс. Жарайсың. Жүзім, дұрыс. Жылқы. Дұрыс, тамаша, отыра ғой. Жарайсың. Енді балалар, жүзім тобына тапсырма, түсіп қалған әріптерді жазамыз. Түсіп қалған әріптерді белгілейміз. Белгілейміз. Ахмет, белгілей ғой. Кәусар, белгілей ғой. Мен сендер де орындарда, тоқтасып орындарда. Орындарда. Тез орындап шығамыз. Жазыңдар ма, балалар? Ж қалған Ж әрпін белгіледік, иә, балалар? Жарайсыңдар, тамаша. Енді балалар, алдыңызда тапсырма Ж әрпі қандай дыбыс деді? Дауыссыз деп айттық, иә? Қандай түспен белгілейміз Ж әрпін? Көк түспен. Яғни енді балалар, біз мына тапсырманы Ж әрпін көк түспен бояймыз. Ж
Ж әрпін бастырып жазамыз. Жазыңдар балалар. Тұрамыз, орнарында тұрамыз. Бір, екі, үш. Жарайсыздар, отырыңдар. Тамаша. Енді балалар, жылан сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Тақтаға қарайықшы барлығымыз. Жылан сөзіне талдау жасаймыз. Дыбыстық талдау жасаймыз. Кім жасайды? Тақтаға кім шығады? Шағыр, Расул, шағыр. Шағыр. Жарайсың, Расул, отырамын. Ал енді балалар, сауат ашу қызметі ұнады ма сіздерге? Иә! Олай болса, біз бүгінгі сабақты қорытындылайық. Сабақты түсінген болсаңдар, смайликті не істейміз балалар? Жабыстырамыз! Жабыстырамыз, дұрыс айтасыздар.
Ж әрпін үйде жазып, оқып, үйреніп келеміз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.